Сәлем достар. Фати Тока каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге болған Фати Тока және де Жұлдыз Тока. Біз бірге видео түсірмесек те, мен телефоннан Фати Тока каналына салайын деп жатырық. Иә. Ал біз сериалымызды бастайық. Біз кейіпкерлерін таныстыруға ұмытып кетіппіз. Мына қыздың атымы Аружан. Ал мына қыздың аты Аруназ. Ал Бұл біз екеуі кедей. Кедей емес. Бұл сериалдың аты кедей емес, қатал, егіздердің қатал тағдыры. Ал біз сериалымызды бастайық. Так, мен тұрайын. Бүгін осымен ұйықтап қалғанбыз ба? Жарайды, келіп жүре берейінші. Баспалдақпен түстім, мен таңғы асты әзірлеп жіберейін. Ой, біз таңғы ас ішпейді екенбіз ғой, не істеп жатырмын. Кофеге шақырайын оны. Мен қазір жуынып аламын, одан кейін сосын шақырамын, может. Болды, мен де туалетке отырғаншы, бәрі қолымды кер жуам. Енді қолым кер жуып алайын. Ал енді Аруназды оятайын. Аруназ. Не болды? Тұрсаңшы енді. Шай, кофе ішейік. Жарайды. Мына күймен ұйықтап қалғанбыз ғой. Иә, бірге киіммен ұйықтағанбыз үстіне. Талғанымыз да бірге. Иә, мен жуынып алайын. Бірінші отырып алайын. Әйтсе кері қолын жуып осымен тұрды. Бұл ма? Иә, болды. Кеттік. Достар, мен мына үйді, мынау негізі пәтер ғой, екі пәтерді біз қосып тастадық. Мына жер сырттан кіретін зақ, мына жер шенеде кейде отырады. Кеттік, кофе ішіп алайық. Әйтпесе қарнымыз ашады. Так, мен мынаумен жеп алайын. Мен де жеп алайын. Клубнай маған ұнайды. Кімге ұнамайды дейсің? Маған банан да ұнайды. Маған да. Мен болдым. Мен көбіне банан жеймін. Мен көбіне клубнай жеймін. Мен де болдым. Так, ыдыстарды жумай-ақ қояйық, ерініп тұр. Соны айтамын. Так, мен аурулеге болайшы. Түкеріп. Саған өз басың ванна ұнай ма біздің? Ана ванна? Кішкене... Ал маған мына ванна ұнайды. Әрине осы бәрінен ұнайды. Ананы кішкене... Не очень. Бірақ кір жуатындары бірдей. Иә, әрине. Мына расып қойшы, ашып шығып істеп жүргенше. Киімімізді ауыстырып алайықшы, мен шашып. Мына киімімді. Мына киімді киіп? Ойымыз бірден шыққан сияқты. Иә. Мына киімді киіп? Бірде киді оғым. Бірге. Талғамымызды сай. Иә. Не істейміз? Білмеймін. Тук-тук. Кім келді? Білесің бе? Біреу шақырмадың ба? Жоқ. Құрбыларыңды шақырмадың ба? Жоқ, ешкім шақырмады. Ашып көрейік. Бірақ мен қорқып тұрған жоқпын. Ешкім шақырмасақ. Бізге ешкім шақырмасақ, ешкім келмейтін еді олай. Иә, көрейік. Жарайды, көрейік кеттік. Сіздер кімсіздер? Сәлеметсіздер ме? Ата-ана, мамашка, менің. Мама, мен сіздер сағынып кеттім ғой. Мен де. Қыздарым, мен де сіздер сағынып кеттім. Біз айтпақшы, ажырасатын болдық. Мынау ғой бастағым бәрін. Мен емес сен. Әке, бұларыңыз не? Анашым, бұларыңыз не? Олай болмайды. Қызым, Ажыраспай-ақ қойыңыздаршы. Қызым, сен менімен жүресің, жүр киімдеріңді жина. Ал ол әкемен қалай берсін? Анашым, бұл не? Қызым, мен айтқаным болады, болды жүр. Жина бұл заттарыңды тезірек. Анашым, мен егізден айырылғым келмейді. Бол, күтемін сыртта. Кет менің үйімнен. Бұларыңыз не, әке? Мен егізімнен айырылғым келмейді. Жоқ, олай болмайды.
Ake болды, жоқ, мен айырылмаймын. Мен осында қалам. Сіздер кетіңіздер. Мен негізінде айырылғым келмейді. Қаласың, етекте қаласың, олар кетеді. Kiyimlerimde жинайын. Киімді киіп алайын. Жоқ, мынаны кие салайыншы. Мен кошелегімді ұмытып кетіппін ғой. Бол тез, жылап сақтамай. Бірақ бұлардың олай болмайды ғой, ол мені егізім ғой. Жұрттарымды тезірек жинай, анасын тағы да ұстап жүрер. Сау бол. Менің ойымша біз өскенде кездесеміз. Аналарымыз бен әкелеріміздің ашуы басылмай жатса, 1-2 жылда көрісіп қалармыз. Сау бол. Сау бол. Кетпеші. Кетеді. Кетші сен. Аружанбек екеуін шатастыра берем. Сен қыз маған ұнамайсың да. Екеуміз бірдейміз ғой. Біздің не айырмашылығымыз бар? Осыны жап бол, есігі ашық. Кетеміз онсыз да. Не менің қызым айқайлап жатсың? Мына жаман қызын айқайласаңшы, лучше. Олар солай кетіп қалады. Кетпесіңдер. Болды қызым. Кір. Сіз өте қатыгезсіздер. Хат жазып па, бір нәрсе тастап кеткен шығар, егізім болса істейді ғой енді. Жақсы көретін болса шынайы. Я, шынымен де кездесетін шығармыз. Өмір. Қатал тағдыр деп осыны айт. Телевизорды көріп отыра бер. Тамақты қалай істейтін еді? İstemeyeyim ben. Şimdi gelin. Mağan istep besенші. Өзің істеп алыңыз. Қошымдыларды. Мен солай. Болмасақ деп олайыншы. Мен ұйықтаймын. Тып-тыныш отыр. Кетіп қал осыдан, таяқта жейсің. Әке, ол менің бөлмем ғой. Бірге жатамыз. Бес жыл өткеннен кейін. Мынада шіріп кетті ғой. Егізімнің заттары бәрі құрыды. Науқасын шірігені көрмей қалыппыз ғой, мынаны лақтаймын. Әке, бұныңыз не? Бұл тұра берсін. Жаман болып тұрады бір түрлі. Кетті, мен лақтыруға апарам. Қызым мені сындырып салдым енді ме? Апаршы мынаны сенде. Мен апармаймын. Тұра берсін. Тұрмайды. Апар дедім ба, апар. Апармаймын. Болды, апарасын. Ашсаң есікте қолымда зат бар ғой. Менің де қолымда зат бар. Шындау. Олар барлық қоқыстарды лақтырып тастайды. Далада ұят болды ғой, шаңқ етіп сенде. Ешкілесі ұят емес. Үйтіп бәрі де сөйлейді. Отыр, телегидар көр. Көрмеймін, мен кеттім. Осында отыра берем. Қыздарым. Мен шынымды айтсам, Аружанды сағынып кеттім. Осы есіктен соңғы рет шығып кетіп еді. Ал енді әлі жоқ. Не болып кетті? Жүрегім
Kızım, deri berse. Жүрегimiz ауырып тұр. Kadarını qarab ko'rayin. Әке, өтінем өлмейсің. Deriler qayda turатын edi? Туй, әкем дәрілер қайда тұрады еді? Мына жерде тұр. Мені әке ішіп алыңыз тез. Өтінем әке. Әке де өлмеңізші. Қызым, рахмет, кішкене жеңіліп қалдым ғой. Жарайды, мен жата тұрайыншы. Түн батады. Мен ұйықтайын. Таң атады. Әкемді оятайын. Бірінші тамақ әзірлейін. Ой, тамақ әзірлеместен оята салайыншы. Кеттім, оятайын. Әкешім, әке тұрыңыз. Әке? Әке, тұрыңыз деймін. Әкешім? Әке, тұрыңызшы. Әке? Демалмай тұр ғой, әке. Әке, өтінем тұрыңызшы. Әке. Әке. Тұрыңызшы, әке. Сізді қазір мен деген машинамен салып, арқалап алып, машинамен салып апарайын. Одан кейін оған бір жаман хабар естіледі. Ол өліп қалған болып шығады. Әкем де жоқ, анам да жоқ. Ал енді егізімді іздейтін күн де келді. Егізімді қайтсем де табуым керек. Киімді киейін. Достар, бұл тек қана бір серия болады, бірақ ұзақ ойындамаңыздар. Ой, мына жерде бір ай, көп бара жатырмын. Ой, әпке шайлаңыз. Келіңіз, не болды? Айта беріңіз. Мен сияқты егізімді іздеп жүрген едім. Дәл мендей. Прямо маған ұқсайды. Киімін өзгеше болуы мүмкін. Менен алмайды. Менің түрім, дәл шашым да бәрі бірдей. Көрдіңіз бе? Иә, көріп тұр. Мен көріп тұрмын ғой. Қайда? Қайдан көріп тұрсың, жоқ қой. Дәл қазір көріп тұрмын. Міне, екеу қол жіберді сізді монтаждап. Ойнайтын кезбе қазір. Қайда екен, білесіздер ме? Білем, бірақ мен оны айта алмаймын, маған ешкімге айтпа деген. Оны мен қазір ешкімге айта алмаймын. Қайдан көрдіңіз бе? Айтыңызшы. Өтінем айтыңызшы, қанша бересіз? Қалағаныңызды берем. Қазір айта. Онда ақшаны әкеліңіз. Қанша айт? 7 миллион. Айта. Иә, берем, мені 7 миллионам. Ең бірінші айтыңыз, сосын қолыңызға ұстатам. Әкелші, жарайды. Біз осы жақтардың, осы жерлердің біреуінен іздеңіз. Сонда табасыз. Ал енді собаңыз. Бәрін айтсаңшы. Мен босқа 7 миллион бердім бе? Ой, ізде. Қайдан табамын? Осы жерлерден ізде деді, тек осы жерлерде ол. Сонда. Солай сияқты. Ол жоқ қой. Мен мына жердің бір құпиясын білетін едім. Бірақ ол мына күнге дейін шыдады ма, білмеймін. Өліп қалу да абзал. Өтінем айтыңызшы. Міне мына жерде бір құпия бар. Міне өрмеш тұрады артында. Мұны сонда қалай аламыз? Бұл өрмекшіге тамақ беріп шақырасыз, бірақ ол сіздің атыңыздан қуады, бірақ тағы да тамақтар үйіп қойып, су іште кішкене жеп болғанша тұрады. Одан кейін нарықсыз алып қашасыз. Аха, жарайды. Міне ұйықтап жатқаны көрініп тұр. Оны жай ғана ұйықтатып тастаған өрмекші умен. Аха. Сізге көмектесейін бе? Иә. Міне банан, сондай фруктылар бәрін жей береді ол. Міне кеттік, мына алыстау жерге қояйық. Сіз үлгеруіңіз керек. Жақсы, қатты жүгіре аласыз ба? Иә. Міне қатты жүгіре аламын.
Oyundan кішкентай царина кежеп қояды қазір. Бәрін қосып тастайын зато. Көп жей алмайды деген ұзын болып тұрса. Балдан кішкене тұрып қалуы мүмкін. Балдың дәмінен. Болды, осы нелер басқа бітті. Сізге көп рахмет. Сізге алғысым шексіз. Сізге қанша керек? Маған ақша керек емес. Ең бастысы сол қыз аман болса болғаны. Қандай мейірімді едіңіз? Ана бала 7 миллионды алып қашты ғой. Бір тамақ керек емес пе? Я керек қой. Аннан алып келе салсаңыз қиын болмаса. Иә. Мындан ала салайын әйтсе, мындан азайып қалады қазір. Шонан да алу керек. Міне мынау. Мынаны жеп болмайды. Мә, келе ғой, өлмекші. Кел өлмекші, кел, саған тамақ берейін. Қауіпті болуы мүмкін, сіз мына жерде отырыңыз. Келе ғой, өлмекші. Кел. Келе ғой, кел. Ол тез жейді, болыңыз. Мынаны тазалау керек. Немен тазалаймыз? Мына екеумен шандады, өлмекшілердің торын жиналады. Басын ашсақ болды. Сізге көп рахмет. Оқасы жоқ. Больницаға апаруға көмектесем бе? Онсыз да сіз маған көп көмектестіңіз. Өзім апара аламын. Рахмет. Дәрігер, тез келіңіз, көмектесіңіздер. Өлмекші олап тастаған не? Я өтінемін, тез көмектесіңіздерші. Оған операция жасалады. Операцияда не болды айтасы? Операция сәтті өтті. Бірақ. Не болды? Бірақ не болды? Бірақ. Ол жүре алмайды. Осындаймен жүреді. Қалайсың да? Бірақ. Өлгеннен тәуір. Бірақ неге ол жүре алмауы керек? Енді ол өмір бақи жүре алмайды. Бірінші осындаймен жүреді. Осындайды беріп береміз. Кейде жүріп көруге талпынғысы келсе, осыны алады. Түсінікті ме? Иә. Жаным. Мен сені таптым. 3 күндік Қытай сіңілім. Егіз болсақ та. 3 күндік Қытай сіңілім қайда? Не айттырсың, біз тек екеуміз ғой? Менің анам басқа әйелмен күйеуге шығып басқамен 3 күндік Қытай сіңілім дәл осындай болды. Ұқсап кеттім. Мен ғой сен егізің. Не? Я, соның. Жаным, мен аяғым дымда сезбей тұр. Сен жүре алмайды екенсің. Егер жүруге талпынған келсе, осымен жүресің. Қазір мүгедектер арбасында жатасың. Не? Не айттырсыз сіз? Банан жеп алыңыз, өтінем. Пайдалы. Жарайды. Кел, болды. Көңіл-күйіңді түсірме, кел, отырғызайын. Мен апарайын. Өзім ақстайым, сені де жүре алмайды деп ойлап қалар. Жоқ, ол айтпа. Кеттік. Зато маған да кішкене отырғанда аңғайлы болады. Тоқташы, мен бір жерге барып келемін. Мынаны ұстай тұрасың ба? Жарайды, бірақ алысқа кетпес. Осы әйтеуір осы этаждан кетпес. Иә, сен отырып күте тұр. Жаным, сол.
Бұл кім? Бұл менің сіңілім. 3 ай, мана айтқан 3 ай кішкентай сіңілім. Біз мен ұстай біреуін мен ұстай беремін айтты. Сені просто ұстап жүргенде зато адамдар білетін болады. Сериалдың соңы достар, сериалына лайк бастырып келіп кетіңіздер. Егер видео ұнаса лайк бастырып келіп кетіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментария именно жазып кетіңіздер. Комментарийді біреуден ұрладым деп жазбаңыздар. Себебі мұнда ешкімде жоқ. Айырылған егіздер деп аталады. Мынау да кішкене ұқсайды айырылған егіздерге, бірақ олар кейде бір егізді кейде етіп түсіреді. Мен ондай түсірген жоқпын. Сериал ұнады ма достар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Комментарий дегенде чатта отырам, чатқа жазып кетіңіздер сериал ұнаса.